ішкі тұрақтылыққа ықпал жасау әрбір мұсылманға уәжіп болады деген. Мешітке кіріп келген кезде сол жігіттерге айтатынымыз сол: ей бауырым, сен кішкене әдеппен кір, талтаңдап жүрме, дауысыңды түсір, әмин деп айқайлама. Өйткені біздің еліміз емес, бүткіл әлемде мұсылмандардың 70% ханафимен намаз оқып жатыр. 4 мұштақид ғалымның ішінде 3-еуінде әминді іштен айту сүннет. Ол ханафилер, ол хамбалилер, ол маликилер. Шафидің өз 2 мазхабқа бөлінеді, соның бір бөлігі тағымнеға қосылады. Әминді іштен айту сүннет. Бұл біздің муфтияттың ойлап тапқан бір саясат емес қой. Әминді бәріміз айтамыз, бірақ іштен айтасың. Расул артынан тұрған Абу Бакр, Омарлар іштен айтатын еді ғой. Сен Омардан артық танисың ба Расулалланы де? Олай емес қой. Бәрін кітапта жазылып тұр ғой оның бәрі. Сол үшін бауырым, сен келіп алып, нерде ғалымдар айтқан ішкі тұрақтылықты үлес қосу әрқайсыңа уәжіп болады деген да. Үйіңе барған кезде қалай оқысаң олай оқы. Микрофонды қосып қойып амин деп айқайлайсың ба? Қалай тұрасың олай тұр. Бірақ мына жерге келген кезде бұл нерге шаңыраққа қарау керек. Мына жердің тәртібі бар, нердің басшылары бар. Бұлар не айтып жатыр бізге? Бұл осыған бойынсынамыз. Және уәжіп болады саған солай тұру. Демек, уәжіп пен сүннет келген кезде жігіттер сүннет тасталынады. Басшылыққа бойынсыну уәжіп, аминді айту сүннет. Енді сен амин деп айқайлайын деп тұрсың, сүннетті орындайын деп тұрсың ғой, типа өзің көзқарасың бойынша. Ал имамдар не деп жатыр саған? Бауырым, амин деп айқайлама деп жатыр. Болды. Бұл уәжіп болады саған. Сүннет бұл амин деп айтуың сенің. Енді мынау тасталынады. Амин айт, ішіңнен айт. Бірақ сен уәжіп істеген кезде сауап аласың. Ал істемесең, онда Алла Құран кәрімде әл-фитна ашадду минал қатл деді, садақаллаху лазим. Фитна шығармаңдар. Фитна адам өлтіргеннен ауыр күнә болады, байқаңдар деді. Адамның қанын көтеру қандай ауыр күнә болса, адамның өлтіру. Өйткені Алла Құранда айтады ғой, бір адамды нақақ өлтірсе, бүткіл адамзатты өлтірді деген күнәлар байқаңдар дейді. Бір адамның тірі қалуына ықпал жасасын, бүткіл адамзаттың тірі қалуына ықпал жасағандай сауап аласың дейді аятта. Сол үшін адам өлтіру жай нәрсе емес. Ал фитнен шығару, Алла айтады, ашадда деген сөз Құран кәрімде, араб тілінде шадид деген нәрсе бар. Шадид деген аса ауыр қылмыс деп айтылады. Шадид деген. Ашадда деген бұл енді исім тафдил деп айтады араб тілінде, күшейтпелі шырай қазақ тіліндегі. Бұл өте ауырдың күнәсі деген сөз. Алла Тағала Құранда шадидпен айтқан жоқ, ашаддамен айтты. Әл-фитнату ашадда минал қатл деді. Яғни фитнен шығару адам өлтіргенде тым өте ауыр күнәнің күнәсі деп айтты.